Көбекжай бақшасы, мен тәрбиеші Дербісәлі Әсел. Біздің ойын құралымыздың атауы арғымақ. Материалы ағаштан, балаға қауіпсіз, темір материал қосылмаған, үшкір заты жоқ, бала дене жарақатын алмайды. Басты мақсатымыз балаға көтеріңкі көңіл-күй сыйлау және бала денсаулығын нығайту, аяқ, қол бұлшықеттерін күшейту. Бір мезетте 2 бала, 3 бала ойнай алады. Арғымақтың ауыз бөлшегінде мінекей әртүрлі карточкалар орналасқан. Жылқы немен қоректенеді деген сұраққа жылқының жейтін қоректерін бала тауып, зерделеп, өзі орналастыра алады. Бас бөлшегінде айналмалы ұстағышы бар. Бала бір мезетте 2 қолымен бұлшық етін нығайту мақсатында алдыға да артқа да айландыра алады. Және кеуде бөлшегінде нейрожаттығы орналасқан. Мидың оң жақ және сол жақ жарты бөлшегін бір мезетте 2 жақты бірдей дамыту үшін және зеректігін қалыптастыру үшін нейрожаттығы ұлттық нақышта оюмен көрсетілген. Келесі бөлімінде арғымағымызда ат әбзелдері, жүгені бар, қамшысы бар, үзеңгісі бар, ер тоқымы бар, қоржыны бар. Бұлардың бәрі алмалы, салмалы, ұлттық оюымызбен нақышталған. Бала алып, орналастырып, үйренеді. Мінекей Айзере орналастыра қой. Арғымақтың бас бөлшегінде және құйрығында қалың жіптерден өрнектелген. Бұл жерде бала саусақ моторикасын дамытып, өзі өреді. Және осы шашақты өру арқылы түстерді де ажырата алады. Қызыл, жасыл, қара әртүрлі түстерді зерделеп үйренеді. Арғымақтағы біздің бастық ойын құралы 4 аяғында айналмалы ролигі бар. Бұл жерде бала аяқ бұлшықетін дамытып, денсаулығына сүбелі үлес қоса алады. Бір мезетте 2 бала, 3 бала ойнай алады. Жан-жағындағы ойын құралдарының бәрін әр бала жеке-жеке отырып та, тұрып та ойнауына болады.